Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге төрт түліктің төресі атанған, бойына бар жақсылығын жинаған, жануардың жүнінен тігілген осындай бесікке арналған, мынау арқасына арналған, мынау аяқ жағына арналған жүргектерді түйе жүнінен тігуді үйретемін. Және де осыларды көрсете отырып, мен сіздерге бір әңгіме айтып кеткім келіп отыр. Осыдан бір 2 жыл бұрын бекен маған біреу телефон соғып, апа, біз сізге тегін массаж жасаймыз, келіңіз, қасыңызға жолдасыңызды ертіп келсеңіз де болады деп телефон соққан болатын. Біз енді неміз кетеді деп барып, жолдасымыз екеуміз сол массажға келген кезімізде ол әшейін массаж жасайтын кресло болып шықты. Енді сол креслоны жақсылап мақтап реклама жасап болғаннан кейін біздерге олар тағы да бір көрсете кететін бір осындай бір көрпеміз бар, жастығымыз бар, жақсы меринос қой жүнінен жасалған, өте биязы, адамға деген пайдасы, қасиеттері мол, емдік қасиеті мол деп біздерге сол көрпе мен жастығын реклама қылғаны сонша біздер соны алғымыз келіп бағасын сұрадық. Ал енді білесіз ба достар, бағасы бір жамылғы мен бір жастықтың бағасы 361 мың теңге деді ғой. Содан енді мен өзіме ой келді. Өзімде түйе жүн бар, өзім түйе бағам, түйе сауам. Енді түйе жүнін зерттей келсек, сол меринос қойының жүнінен біздің түйенің жүні 2 есе жеңіл болады екен, және де 2 есе бияз болады екен. Қойдың жүнінің ең биязысы, ең жіңішкесі меринос қойында екен. Ал енді өзіңіз ойлаңыз, сол ең жіңішке биязы деген меринос қойының жүнінен біздің түйенің жүні 2 есе жеңіл, және де оның қасиеттері, емдік қасиеттері одан артық түспесе, кем түспейді екен. Сондықтан да мен сіздерге осындай түйе жүнінен, осындай мына ортопедический жастықты, осындай былай жай жастығын тігіп сіздерге көрсеткенім. Енді алдыңғы видеоларымда осы жастығын, осындай көрпесін тіккенмін. Енді бұл көрпе мақта болғандықтан, енді жастанатын жастығы түйе жүнінен, мына арқасына қоятын төсеніші түйе жүнінен, мына аяқ жағына да түйе жүнінен жасадық. Түйе жүнінен жасаған себебім бұл түйе жүнінің қасиеті, бұл әрі жылы жатады, айттым ғой, қыста жылы болады, жазда салқын болып тұрады. Бұл ауа барып демалып тұрады, баланы терлетпейді, бұның емдік қасиеті де мол, балаға салқын тигізбейді. Осы бесікте жатқанда балаға қаншама түйе жүнінен төсеніштері бар, жастығы бар. Осы төсеніштер балаға осы айналадағы радиацияны тартпауға көптен бір септігі тиеді. Және де айта кететін жай, осы төсеніштер түйе жүнінің осындай электризация етпейтін, тоқ өткізбейтін қасиеті бар екен. Мысалға, бойымызда синтетикалық киім болсын, я болмаса жамылғы пледтеріміз осы синтетикалық сондай жамылғылардан өзіміз бір көреміз ғой, жамылып сәл жыбырласаң искра шығып, тоқ болып шатырлап атады. Ал бұл түйе жүнінде ондай болмайды, тоқ өткізбейді. Және де мына басқа жүндерге қарағанда осы түйе жүнінде 80% түбіті 80% екен. 20% ғана тек қылшық. Енді қараңыздар, қандай емдік қасиеті мол. Бұның енді түйе жүнді айта беретін болсақ, мысалға түйе жүнінің шудасы адамның артрит, неврит, адамның бел ауырғанда, буындар ауырғанда өте таптырмайтын нәрсе екен. Осы ғалымдарымыз осы түйенің жүнін, сүтін, тіпті терісіне дейін, етіне дейін бәрінде пайдаланып, осы түйені зерттегенде әлде таңғаларлықтай, әлде шешілмеген заттар көп, зерттелмеген заттар көп деп айтып атады. Сондықтан да достар, мен енді арғарай осы жүргектерді қалай жасау керек екен үйретемін. Және де айтып өтетінім, бала бесікте жатқанда кейде бір аяғын босатып алып, кейде бір бос бөлеген болып, аяқтарын шығарып алса, дәреттері жайылып кетсе, осы
мынау түйе жүні тез кебеді. Жазда далаға іліп алсаңыз болады, қыста батарейкаға іліп алсаңыз болады. Сондай қасиеті бар. Ал мына мақтаны жуатын болсаңыз, мақта ол кеуіп болмайды, кепсе де кепкен жері қап-қатты болып томарлықтанып қалады. Енді мен сізге бұны алдында сырғанымды көрсетпеген екенмін. Міне мынау арқасына істейтінді мен қолмен сырдым. Мынау арты, екі жағында төсей беруге болады. Осыны мен қолмен сырғаным. Ал мынау машинкамен сырдым. Енді машинкада сырып отырғанда кішкене екі қолмен ұстап отпағасын кішкене жағдай қисықтау болып шықты. Сонда да болса, бұларды не үшін сырдым? Бұлар жағдай жайылып кеткен жағдайда жуғанда жүні осы күйінде тұру үшін сырған болатынмын. Мінекей, қағазда общий 70 сантиметр аламыз. Мысалға, мынандай. Осындай қылып. 70 сантиметр аламыз. Соны осылай екі бүктейміз. Екі бүктегенде бұл 35 болып қалды. Енді сол қағазда сізге түсінікті болу үшін көрсетейін. Мінекей, міне общий 70 сантиметр. Оны екі бүктегенде 35 сантиметр болды да. Ал мына жағын 27 сантиметр қаламыз. Болды. Енді екіншісі, мынау жамбасының аяғының астында, бұл 35 сантиметр. Тоже былай, былай қарай 29 сантиметр. Бұлардың бәрі де айналасы 1-1 сантиметрден алған тігіске. Ештеңе қоспаймыз. Бұл да общий 70 сантиметр. Екі бүктегенде бұл 35 сантиметр. Бұл екі бүктегендегісі. Ештеңе істер жоқ, просто болды осындай. Мінекей, өлшемін алып, осындай екеуін, мінекей, біреуі 27-де 35 қылып, біреуі 35-те 29 қылып қиып алдымында. Екі жағынан, мінекей, екі қапталынан тігіп алдым. Мына жағы, мінекей, бүктеген ғой тек. Мына ортасы ашық, мінекей, екі қабаты. Мына да осындай, міне, екі жағынан тіктім, міне, екі қапталынан. Осылай. Енді осыған қазір жүн салып көрсетемін сізге. Жүнімді жақсылап салып қойдым, біркелкі қылып. Қазір енді айналдырғанымды көрсетемін. Жақсылап жүндеп алайық. Енді мына жабық жағынан осылай бісміллә деп айналдырамыз, осылай ораймыз. Айналдырамыз да енді осыны мынау міне айналдырғаным. Енді осыны қазір инеменен мына бармай қалған жерлеріне жүндерді равномерно қылып дұрыстап қойып, мына жағын қайырып машинкаға тігіп аламын. Осылай ішінен үтіктеп алдым, тігуге ыңғайлы болсын деп. Енді машинкаға салып аламын. Шетінен ғана тігіп алдым. Жеп-жеңіл жастық болып шықты. Жастық болғанда жаңағы жамбасына, арқасына салатын жастығы жұқа болу керек.
арқасына салатынды екі қабат қылып жасайын дедім. Қанша дегенмен арқасында болса, осыған қазір саламын да, сол дайын болғанды осынан қаптай қоямын. Осындай қылып айналдырып шығара береміз. Енді осыны жақсылап тұрып қазір. Мына екіншісі де дайын болды. Енді бұның да жақсылап біркелкі қылып жүндерін апарамын да мынаумен қаптаймын. Дайын болды жұмысым. Мынау міне арқасына салатыны. Бұны ішіне басқа бөлек тұсы бар. Мынаны сыртынан қаптадым. Мынаны да солай істедім. Енді мінеки жастық арқасына салатыны мынасы. Енді мен мыналарды жайлап бір әр жерден қолмен жүндері былай сырғып кетпеу үшін қолмен сырып өтем. Енді міне дайын болды осымен. Жастықты осылай қолмен сырып өтеміз. Әр қайсысын мінеки осындай азғантай ғана ара қашықтықтарын енді өзіңіз білесіз қандай болғанмен. Енді бір 2-3 сантиметр қылсаңыз болады арасын. Жастықты сырғанда осылай әр жағынан былай ар жағынан алдынан осылай тіке қылып ара қашықтықты сақтай отырып тіке берсеңіз болады. Қатты мына тіккендеріңізді көп тартпай, азғантай ғана тартып, мынадай сыртына көп білінбейтіндей қылып, азғантай көрінсе де ештеңе етпейді, 1 миллиметрдей қылып алып, осыны қиғаш мына ар жағынан шығарасыз. Инеңізді қиғаш ұстап. Бір жеріне істесеңіз, бір жері ғана тігіле береді ғой. Осылай тіке қылуға тырысу керек. Сізге қазір былай көрсетейін. Осындай ғана жайлап тартамыз. Осылай сырылып кетеді. Мына стежкасының несін расстоянияларын ең максимальныға қойдым. Менде 50-де 45 болып тұр. Менде лапкасы көтеріледі. Осыны осылай салып, енді машинамен де сырып көргім келіп отыр. Машинамен сырғанда қандай болады екен, мен көбіне қолмен істейтін. Негізі әуелі сырғанда адам ортасынан бастайды. Ортасынан бастаған жақсы. Қазір қақ ортасын аламыз. Осылай ортасынан сәл шетінен бастап сырып көреміз. Бісміллә. Жақсы. Осылай ұстап отырып, тартып отырып, сырғанымыз жақсы. Машинкаға сырып атқанымды осылай көрсетіп өтейін сіздерге. Камераны өзім қолмен ұстап отқан соң маған кішкене ыңғайсыз болып тұр. Жалпы көрсеткім келіп еді сыру процесін. Бұндайға специально басқа лапкілермен жасаған дұрыс. Мен осыны сізге сырғанда да қалай болатынын көрсетейін дегенім. Максимальныға қойдым. Мінеки 50
елуде 45. Мынау кешегі арқасы мен аяғының астына төсейтін кішкентай төсеніштері. Мынаны сізге көрсетейін дегенім, мынаны қолмен сырдым. Міне, жақындап көрсетейін. Мынау мен қолмен сырғаным, достар. Сіздер айтыңыздар, қайсы жақсы? Ал мынау машинкамен сырғаным. Бұл енді машинкамен сырғаным кішкене қисықтау болып шықты, өйткені мен бір қолыммен камера ұстап отырып, бір қолыммен өзім сырып отырдым. Негізінде сырғанда мынаны жақсылап тұрып, екі жағына тартып тұрып, алдынан тартып солай жасаса, осындай болып тартылып жасалмайды. Және кішкене алшақтау болса да жақсы болады. Енді бұны сырған себебіміз бұл жөргекте, қазір мен енді оны бесікке салғаннан кейін көрсетейін сіздерге.